Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен әсіп қамыр дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызға тұзымызды салып, үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Үстіне суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді оны салфан пакетке салып қойып қоямыз. Алдымен күрішімізге жылы суымызды қойып қоямыз. Жуамызды кубиктап турап аламыз. Бір ыдысқа фаршымызды саламыз. Үстіне жуамызды, дәмдеуіштерімізді, тұзымызды саламыз. Сұйық май қоямыз. Және күрішімізді салып араластырамыз. Енді соусымызды дайындап аламыз. Ең алдымен май қоямыз. Үстіне жуамызды салып жақсылап қуырамыз. Томатымызды салып, тағы да араластырамыз. Үстінен бір қасық ұн саламыз. Үстінен қара бұрышымызды салып, азғандай су құйып, бұқтырып қоямыз. Енді қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды осылай төрт бұрышты етіп кесіп дайындап аламыз. Фаршымызды қамырымыздың бір бұрышына саламыз, орағанда ыңғайлы болу үшін. Қамырымызды дәл осылай орап аламыз. Табамызды дәл осылай майлап аламыз. Асты жабысып қалмасы үшін үстінен осылай қамырларымызды қойып шығамыз. Мантаваркамызды отқа қойып 45 минутта пісіріп аламыз. Әсіп қамырымыз дайын. Дәл осылай тәрелкеге сәндеп қойып шығамыз. Ортасына дайын соусымызды құйып, үстіне әсемдік үшін көк пияз, болмаса зелен себуіңізге болады. Тағамымыз дайын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.